Бізде қазақта мынандай сөз бар ғой. Екі баланы тете өскен деп айтады ғой, ескерсеңіз, тете. Ортасында бала жоқ, бірінен кейін бірін, екеуін тете деп айтады. Қатар өсіп келе жатқан балалар. Негізі тете деген оны күндес деген сияқты да бізде. Негізі тете бәлесі де жоқ. Оны біз екеуі көбінесе тетелер төбелескіш келеді деп айтатын нәрсе бар ғой. Негізі төбелескіш келетін, оны біз үйретеді екенбіз солайша. Қараңыз. Бізде байқайсыздар ма, екі бала өсіп келеді қатар, екеуі көп төбелеседі. Сол кезде біз қайсысын ұрамыз бар? Біз не болса біздің келіншегіміз барады да үлкен, "Ей, бақ, кішкентай ғой." Бізде осындай ғой. Кішкентай ғой, не ұрасың? Екеуі таласып қалса, "Берсей, кішкентай ғой." Жесін де кішкентай ғой деген, білесіздер ме не болады? Ана кішкентайында түсінік пайда болады. Мен всегда правмын. Менің ғана жеуім керек. Мен сөйлей беруім керек, маған ешкім сөйлемеу керек деген сияқты. Ал үлкенінде анаған деген кек пайда болады. Байқайсыздар ма? Кейбір сөз тілі шықпаған балдар қатты ашуланып ренжіген кезінде сіздер мені жек көресіздер, оны жақсы көресіздер деген сөздерді айтып қояды. Бұл олардың шын жүрегінен шығып жатқан сөз. Біз бұл сөздерді жаңағы не дейді? Мән бермейміз бар ғой, менсінбейміз да, бірақ олар бұны шын жүректен айтады. Шын көңілмен. Қараңыздар ағайындар. Екі балаңыз ұрса ма, еш уақытта біреуінің сөзін сөйлеп, екіншісін не деу керек? Екеуі бірдей таяқ жесін. Таяқ жейтін болса, сосын мына нәрсені міндетті түрде айту керек. Балам, балдарым, біз мұсылманбыз. Біздің үйімізде кімніңкі дұрыс, кімніңкі бұрыс деген ондай тақырып жоқ. Екеуің ұрыстыңдар ма? Демек екеуің бірін-біріңе құрметтерін қалмай бара жатыр. Екеуің де таяқ жейсіңдер. Бірін-біріңе қол көтергендерің үшін, дауыс көтергендерің үшін екеуің бірдей таяқ жейсің. Екеуін бірдей наказать ету керек. Ертең бір ұрыс болайын деп тұрған кезінде ше, ана кішкентайы, мен бір нәрсе шығып кетем, анау таяқ жейді ғой деген ондай ой болмау керек ол. Ол өзінің таяқ жейтінін біліп тұру керек та. Қараңыз, екеуіне бірдей мәміле. Қараңыз, бір ғалым кісі отырады, жанында бір жігіт отырады. Сонда жігіттің қызы жүгіріп келеді да, бір аяғына отырады. Сонда жаңағы қызын бетінен сүйеді да отырғызады. Екіншісі жүгіріп келе жатыр артынша. Екіншісі келіп екінші аяғына отырады да. Сол кезде оны бетінен сүймей отырғызады. Сонда ана ғалым кісі айтады, екіншісінде бетінен сүй дейді да. Неге десе, сен байқамайсың дейді. Бұлар оған қатты мән береді. Қарасаңшы, екеуіне сен екі түрлі мәміле жасап жатсың дейді. Бұл екеуінде мынау сүймей отырғызғаның бар ғой, оның ішінде бір жұмыс жүреді енді. Ол неге мені сүймеді, мынаны сүйді деген нәрсе да. Түсіндіңіз ба? Екеуіне бірдей мәміле, екеуін бөлуге болмайды ағайындар. Бұл бізге де қатысты. Біреуіне қатты құрмет жауып еркелеп жатсыз ба? Екінші жанында отырма, міндетті түрде онда